Армысыз, қазақ елі. Қазақ халқының салт-дәстүр арнасына қош келдіңіз. Атам қазақ кімнің баласысың емес, қай елдің баласысың демекші. Бүгін біз белгілі ғалымдардың этникалық зерттеулеріне сүйене отырып, қазақ шежіресіндегі ұлы жүз туралы, ұлы жүзге қай ру тайпалар жататыны туралы бірнеше нұсқаларын, және де әр рудың пайда болу тарихына шолатын боламыз. Өз тегін білу әрбір қазақ азаматының парызы. Бұдан шығатын басты құндылықтардың бірі қанның тазалығы, яғни ол ұлттың тазалығына әкеледі. Сондықтан арнамызды қолдап, достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Ұлы жүз қазақ халқының этностық құрамына енген рулар мен тайпалардың саяси, экономикалық және мәдени бірлестігі. Жері жапсарлас, әдет-ғұрпы, тірлігі ұқсас әрі тұстас жетісу тайпаларының бұл бірлестігінің қалыптасуы ондаған жылдарға созылды. Бұл жөнінде Қазақ Совет энциклопедиясы Жетісудағы Моғолстан мемлекетінің жойылуы және Жетісудағы Қазақ хандығының құрылуы ұлы жүз бірлестігінің қалыптасуын тездетті. Жетісудағы ұлы жүздің қалыптасуы 15 ғасырдың аяғы мен 16 ғасырдың басында аяқталды. Сол тұстарда Қазақ хандығының негізін құраған ұлы жүзге қазақ жеріндегі қилы-қилы тарихи кезеңдерден өткен Жалайыр, Қаңлы, Албан, Суан, Дулат, Шапырашты, Сіргелі, Шанышқылы, Ысты, Ошақты, Сарыенді. Бұл тайпалар біздің заманға дейінгі 105 жыл Жетісуда, Шығыс Түркістан, Қашғар, қазіргі Қырғызстан жерінде үйсін бірлестігінің біздің заманның 15-16 ғасырында туылу, Үрбу одағының, одан кейін батыс түрік қағанатының қарамағында болған. Үйсін бірлестігі кезінде негізінен Жетісу жерінде Іле, Шу, Талас бойын мекендеген деп жазады. Ұлы жүз қазақ халқының құрамына енген бір топ ру тайпаның басын құраушы этностық одақтың үлкені болып саналады. Ұлы жүзге жататын ру өкілдерін орта жүз және кіші жүз руларын үлкен санау, аға тұтып, сый-құрмет білдіру әдеттері әлі күнге дейін сақталып келді. Ұлы жүздің өз алдына ұраны мен таңбасы жоқ. Соған қарағанда 300-дің үшеуі де рулардың басын біріктіріп қосып тұратын, сол рулардың өздерінен әлдеқайда кейін пайда болған этногеографиялық бірлестік болып саналады. Ұлы жүз құрамына енетін ру тайпалар жөнінде бірізділік байқалмайды. Қазақ Совет энциклопедиясында ұлы жүзге Жалайыр, Қаңлы, Албан, Суан, Дулат, Шапырашты, Сіргелі, Шанышқылы, Ысты, Сарыүйсін тайпалары енеді десе, енді шежіреде Жалайыр, Албан, Суан және Үйсін рулары енеді дейді. Ал Халел Арғынбаев ұлы жүзге Жалайыр, Албан, Суан, Дулат, Сарыүйсін, Сіргелі, Ысты, Ошақты, Шапырашты, Шанышқылы және Қаңлы тайпалары енеді деп көрсетеді. 300-дің тарихын зерттеуші Сәрсен Аманжолов ұлы 123 ру тайпа бар деп көрсетеді. Олар Қаңлы, Үйсін, Сарыүйсін, Дулат, Шанышқылы, Ысты, Тілік, Сыйқым, Жаныс, Ошақты, Бекболат, Жалайыр, Бестаңғалы, Абдан, Албан, Шымыр, Шыңқожа, Құралас, Суан, Ботбай, Самбет, Үлкатай, Сіргелі. Ұлы жүз шежіре деректерінің бір үлгісінде Ақарыс атанған ұлы жүздің түп атасы Кейкі еді дейді. Кейкіден төбей туса керек. Майқы, Қоғам, Мекіре, Қойылдыр есімді 4 ұл бала туады. Осы 4 ұлдың қоғамынан Қаңлы мен Шанышқылы туған. Мекіре мен Қойылдыр ұрпақтары тәжік, түрікмен, ауған, Иран арасына сіңген дейді. Майқыдан Бақтияр, Бақадыр туған. Бақадыр ұрпақтары да ауған, Иран арасына сіңіп кеткен. Ал Бақтиярдан Үйсін мен Ойсыл туған. Ойсылдан Сіргелі болып тарайды. Үйсіннен Жансақал, Ақсақал туған. Жансақалдан Жалайыр туған. Жалайырдан Сарманақ, Шуманақ туған. Сарманақтан Арықтыным, Қойшегір, Сиыршы, Балғалы, Қайшылы, Күшік Тараса. Шуманақтан Андас, Мырза, Қарашапан, Орақты, Ақбүйім, Қалпе, Сыпатай өрбіген. Үйсіннің бір баласы Ақсақалдан Айдарлы, Сақалды туады. Бұл екеуі егіз туып еді дейді. Жаугершілік заманында Сақалды орта жүз құрамындағы керей ішіне барып, сонда бір қызға үйленіп тұрып қалады.
Айдарлыдан Асан Қараша туады. Қарашадан Бәлібек Байдол туады. Байдолладан Шақшам, одан Атым Сары, Имам, Жәнібек Қазақбай Қара туған. Бәйдібектен Байтоқты Жалманбет Рақшық туған. Ел ішінде кең тараған шежіренің тағы бір үлгісінде Кейкіден Төбей, одан Бәйтерек пен Бақтияр туады. Бәйтеректен Қоғам, одан Қаңлы мен Шанышқылы, Қатаған, Бақтиярдан Қотан, одан Үйсін, одан Үйсіл туады. Ойсылдан Сіргелі туған. Үйсілден туады Сақал, одан Майқы, одан Ойсыл Ақсақал, Абақ, Жансақал, Тарақ, Жансақалдан Жалайыр туған. Ақсақалдан Қараша би, одан Байдулы мен Бәйдібек туған. Байдулыдан Шақшам туды. Бәйдібектен Байтоқты Жалманбет Рашық туған. Байтоқтыдан Сары Үйсін туған. Жалманбаттен Шапрашты, Сты, Ошақты туады. Жарықшақтан Албан, Суан, Дулат туған. Шежірелерде бір-біріне жанаса бермейтін мәліметтердің болуы, мәшһүр Жүсіп айтқандай, қазақта тасқа таңба басқандай шежіре жоқ дегенмен ғана түсіндіруге болар. Енді әр рудың тарихына шолайық. Үйсін. Үйсін күллі адамзат тарихы, шығыс бәйтеректерінің алтын бұтақтарының бірі, қазақтың халық болып қалыптасуына негіз болған үлкен ұлыс. Сондықтан да бұлар ұлы жүз құрамына енген тайпаларда халықтың өзі ұлы жүз Үйсін деп атаған. Үйсін атауы күн деген түбірдің алдымен Үйсін сөзіне, одан кейін әр ел өз елінің тіліне ыңғайлап Усунге, одан Усунге, одан Үйсінге айналған деген болжам бар. Усун деген Қытай сөзі емес, бұл Үйсін атауының қытайша жазылуы ғана. Бұл туралы Қытайдың біздің заманымызға дейін 8 ғасырдағы мәліметтерінде жазылған дейді тарихшы ғалым Нығметжан Мұхамедханұлы. Бұл Қытай жылнамаларында Үйсін бірлестігі жайындағы алғашқы мәліметтер Қазақ Совет энциклопедиясы жазғандай, біздің заманымызға дейінгі 1 ғасырда емес, біздің заманымызға дейінгі 8 ғасырдағы кезде дегенді білдіреді. Біздің заманымызға дейінгі 105 жылдарда Үйсін гумосына, басшысына ұзатылған Қытай патшасының қызы киізбен ораған дөңгелек үйде тұратынын, ет, сүтпен көріктенетінін айтып, өлеңмен зарлы хат жазған. Соған қарағанда Үйсіннің біздің заманымызға дейінгі киіз үйде тұрып, көшіп-қонып жүргенін байқаймыз. Үйсін тайпасы біздің заманымызға дейінгі 3 ғасырда Бұлыңғыр өзенінің бойындағы Дун Хуан, Он Лян-Шань, Қытай атауы деген жерде болған. Әрине, бұл жер аттары Қытай жазуының ерекшелігіне қарай бұрмаланып та жазылуы мүмкін. Біздің заманымызға дейінгі 2 ғасырдың орта шенінде Үйсіндер Жетісуға, Іле бойына қоныс аударған. Бұл жердегі Үйші, Юеда халқын ығыстырған, бірақ олардың бәрі бірдей батысқа кетпеген болар деген болжам бар. Ал Үйсіндер шығыстан көтеріле көшпегенін Малахов Тоникук ескерткішіндегі Үйсін есімінің Енесей жазба жазылуымен дәлелдейді. Шығыстағы Орхон ескерткіштеріндегі деректер де бұл мәліметті дәлелдей түседі. Біздің заманның 7 ғасырынан 11 ғасыр аралығында 5 ғасыр бойы Үйсін этнонимі жазба деректерде кездеспейді. Бірақ одан тараған рулар Дулат, Албан, Шигел, Жікіл, түрік қағандығы кезінде тайпалық одақтарды құруға қатысады. Академик Бартоль зерттеуіне қарағанда, Шоболы Хилише қаған кезінде батыс түркі халқы 10 тайпа ел болған. Бұлар Шудың екі жағасына тең жарылып мекендеген. Батыс жағалаулар Нушиби, шығыс жағалаулары Дулу, Дулат аталған. Дулатпен қатар Чубайн, басқаша Суан халқы да мекендеген. 13 ғасырда Иран тарихшысы Рашид ад-Дин шығармасында Шағатай қоластындағы Үйсін халқы туралы жазылған. Үйсіндердің шаруашылық жағдайы, мәдениеті жайындағы деректер археологиялық қазбалардан анықталғандай, алғашқы даму кезеңі біздің заманға дейін 4 ғасырда биік сатыға көтерілген. Соған қарамай, сонша өз алдына мемлекет болғанымен ғасырдан бері белгілі ұлыс Үйсіндердің шығу тегі, тілі туралы ғылымда толық айқындала қоймаған. Бізге белгілісі адамдардың есімі, лауазымы, онда да Қытай транскрипциясы жазылған. Оларды ескі, антикалық дәуірдегі авторлардың қалай айтқаны да бізге белгісіз дейді қытайтанушы ғалым Зуев. Үйсіндер мен олардың шығу тегі туралы болжамдар көп, біз олардың бәрін теріп жатпай, бірнешеуіне ғана тоқталғанды жөн көрдік.
Біздің заманымыздың 7 ғасырында Қытай жазушысы Чингу батыс өлкенің өзге шетелдіктерінен үйсіндердің едәуір өзгешеліктері бар. Олардың көзі көк, жирен сақалды деп жазады. Бұған қарағанда, үйсіндердің шығу тегі туралы тарихшылардың болжамдарының әртүрлі, олардың антропологиялық типі себеп болғанға ұқсайды. Белгілі дінтанушы, мәдениеттанушы ғалым Мұртаза Бұлытай үйсіндерді Ву-сун батыста серлер деуші еді. Олар исседондар мен басқаша юичилермен бірге Қытайдың Гансу аймағындағы мекендерін тастап, миладийден бұрынғы 176 жыл шамасында түрік тілді. Олкөт үйсіндер шығыс Иран халықтарына моңғол текті халық дейді. Кейбір ғалымдар оларды үйсіндерді жатқызады. Антропологиялық зерттеулерде үйсіндердің сақ тіліне жақын, яғни еуропалық бейнелі халық болғаны анықталған деп жазады. Үйсіндер Иран мен готтардың әулеттерінен тараған ұрпақ деген теорияны ғылымға ұсынған Абель Ремюзе мен Клапро. Теориясын қолдай отырып Грум Грижимайло үйсіндер түрік үнді готтардың өзара араласуынан пайда болған әулет деген тұжырымын ұсынады. Бұл авторлардың пікірлеріне тоқтала келіп, Қазақстан тарихшысы қытайтанушы ғалым Александр Зуев единственным аргументом этих исследователей послужило неясное высказание китайского комментатора в VIII веке Ян Шигу о европеидности физического типа усуней. На том же основании Грейнер выдвинул теорию финно-угорском происхождении усуней семиречия, однако как первая, так вторая точка зрения не встретила поддержки ученых и отпала деп ескертеді. Бір топ тарихшы ғалымдар дейін Григорьев, Кингсмил, Вернадский усундерді шығыс Иран асиян-асилармен бір тайпа деп қарайды. Орталық Азия даласында жасаған үйсіндер мен асияндардың бір әулетке жататыны туралы бұл пікір көпке дейін талас тудырмай келді. Тек Иван Умняков қана алғаш рет бұларды жақындатуға негіз жоқ деп ескерткен болатын. Оны қолдаған француз ғалымы Жарль Шарпентьенің үйсіні ос түбірінен тараған осетин қате транскрипциялануынан пайда болған деген пікірін, Холлоун транскрипциядан кеткен қате тайпа атауы бола алмайды деп жоғарыдағы тарихшылардың пікірін жоққа шығарады. Үйсіндер түрік тектес Енисей қырғыздарының батыс тармағына жататын тайпа. Бұл тұжырымды 1896 жылы ұсынған Николай Аристов болатын. Аристовтың бұл пікірі 6 жылдан кейін жапон ғалымы Ситори, одан кейін Хирт, Франке, Марквард, Пелио және тағы да басқа ғалымдар тарапынан қолдау тапқан. Үйсіндер түрік тілді көне тайпа деген пікірді қолдап, Қытай иероглифімен жазылған көне үйсін атақ лауазымдарын айқындай түскен ғалымның бірі Александр Зуев. Бұл автор көне үйсін тайпасының түрік тілдес екенін, Иран тілді асиян-осетиндермен генетикалық қатысының жоқтығын дәлелдеп, олардың біздің заманға дейінгі 1 ғасырдың соңында сюннугунулар тарапынан түркіленгендігі туралы пікірді жоққа шығарады. Славяндар үйсіндерден шыққан дегенде пікір бар. Белгілі қазақ журналшысы Марат Барманқұлов өзінің түркі әлемі деген еңбегінде орыс, славян тілінде көптеген түркі сөздері бар. Мысалы, солардың бірі книга екендігін айта келе, Қытай деректеріне сүйене келе былай дейді. Все это позволяет реанимировать еще одну версию происхождения славян, версию китайскую, почти неразбираемую русской историографии, так как по китайской версии славяне усуни, которые жили на севере Китая, в нынешней Монголии, оттуда переселены в Тибет, откуда бежали в Луковые горы на Памир, из Памира далее на запад, где стали их называть русскими. Автор бұл келтірген Қытай мағлұматын айқындай түсу үшін орыс ғалымы Николай Кюнердің пікірінде қоса келтіреді. Даже книга Николая Васильевича Кюнера, бывшая с ветви, всего 200 экземпляров названа так, что там нет слов «Русь», «славяне». Китайские известия о народах Южной Сибири, Центральной Азии, Дальнего Востока, между тем, Кюнер цитирует не менее 4 древних китайских источников, где русские именуют Сяолоса, Уральский хребет, Улалин,
Солица улысы, Мусухева, Алтай, Зеншань, Волга, Форгехе, Кавказ, Гао Цзясу. В труде Хе Цютао, Шуфань Бейген черным по белому написано: старое государство Усунь первоначально также находилось между Циньяном и Дунхуаном. Отсюда переселились Цунину, Луговые горы или Памир. На улысы впервые появились на западе от хребта Уланлин или Уральский хребет. Так как Уланлин есть северо-западный отросток Цунина, то русские именно переселенцы племена Усун. Это точно может быть доказано деп көрсетеді. Күйнердің келтіріп отырған бұл деректерін Барманкулов ең көне кезде біздің заманға дейін 71 жыл қытайлар орыстарды олысы орыс үйсіндер деп атайтын еді деп нақтылай түседі. Үйсіннің шығу тегі, таралуы, тарихтағы рөлі жайында тарихи генеалогиялық зерттеулерінде талас пікірлер көп. Осындай көп пікірлерді талдай келіп үйсіндер туралы Қазақ Совет энциклопедиясы төмендегідей деп жазады. Үйсін ежелгі түркі тайпасы. Қазақ халқының қалыптасуына негіз болған тайпалардың бірі. Ұлы жүз құрамындағы тайпалардың атауы ретінде халық арасында да, жазба әдебиетте де қолданылды. Үйсін бірлестігі, Үйсін ордасы Қазақстан жеріндегі алғашқы тайпалық бірлестіктердің бірі. Жетісу аймағында орналасқан. Шекарасы батысында Шу, Талас өзендеріне, шығысында Тянь-Шаньның шығыс атырауларына, солтүстігінде Балқаш көлінен Ыстықкөлдің оңтүстік жағалауына дейін алып жатқан. Үйсін бірлестігі жайындағы алғашқы мәліметтер біздің заманға дейін 1 ғасырдағы Қытай жылнамаларында кездеседі. 630 мың халқы болған. Бірлестіктің бекіністі астанасы шығу қаласы Ыстықкөлдің оңтүстігінде, батыс пен шығыс елдері аралығындағы Жібек жолы торабына орналасқан. Мұның өзі бірлестіктің көрші елдермен Қытаймен ғұн, қаңлы, алан, ұйғыр, қырғыз тайпалармен саяси, экономикалық және мәдени байланысты дамытуына мүмкіндік жасады. Үйсін бірлестігінің халқы жартылай көшпелі ел болған. Мал бағып, жер өңдеуді кәсіп еткен. Археологиялық қазбалардан табылған материалдарға қарағанда, сол кездің өзінде ақ жер өңдейтін тастырма, қоладан жасалған қолорақ пайдаланылған. Тастан жасалған қол диірменнің табылуы сол замандағы тұрғындардың дәнді азықпен қоректенгенінің бір дәлелі. Іле, Шу, Талас алабынан суландыру жүйесінің іздері табылды. Ежелгі үйсіндер біздің заманға дейінгі 1 ғасырында, әсіресе біздің заманның 3 мен 5 ғасырларында егіншілікпен, бау өсірумен шұғылданып, отырықшылыққа үйрене бастаған. Шу, Іле, Бақша, Жеміс бойындағы елді мекендердің орнынан күйдірілмеген кірпіштен қаланып, таға тәрізді жасалған жер ошақтар, тік бұрышты тұрғын үйлер табылды. Үйсін бірлестігінде мал жеке меншік болды. Ру тайпалардың жайылымдары иелікке бөлініп, байлық тайпа көсемдерінің қолына жинақталды. Тайпа аралық қарым қатынас өсті. Жеке меншіктің болғанын қышы тыстарға, сүйектен, металдан жасалған әр түрлі заттарға түсірілген таңбалардан байқаймыз. Қазылған обалардың аумағы әр түрлі. Кейбіреулерінің биіктігі 10-12 метр, аумағы 40 метрге дейін жетеді. Адам сүйегімен бірге көмілген заттардың санына, сапасына қарағанда бірлестікте әлеуметтік теңсіздік болғаны байқалады. Үлкен қорғандарға тайпа көсемдері, ақсүйектер, одан кішісіне қауымның қарапайым мүшелері жерленген. Билік мұрагерлік жолмен әкеден балаға ауысып отырған. Оған бек аталған ру тайпа көсемдері бағынған. Үйсін бірлестігінде басқарудың ондық жүйесі қолданылды. Үйсін бірлестігінде мемлекетке тән белгілер болды. Бектер өздерінің жайылымдық жерлерін өзгелерден қарулы күшпен қорғағаны жайында деректер бар. Мұның өзі таптық жіктердің қалыптаса бастағанын аңғартады. Үйсін ескерткіштерін зерттеу бұл мәдениеттің 3 кезеңнен өткенін анықтайды. Бұлар алғашқы кезең біздің заманымызға дейінгі 3-1 ғасырларда, орта кезең 1-3 ғасырларда, кейінгі кезең біздің заманымыздың 3-5 ғасырлар. Бұл кезеңдердегі бейіттердің қазылуында, жобалануында, қару-жарақ, сәндік бұйымдар мен тұрмыстық заттардың түрінде жасалуында ерекшеліктер бар. Мал егін шаруашылығымен қатар қолөнер, үй кәсіпшілігі өркендеді. Әсіресе қыштан ыдыс-аяқ, құмыра жасау ісі өріс алды. Өңдеу кәсібі дамыды.
Темір мен қоладан еңбек құралдары, қару-жарақ, сәндік бұйымдар, алтын мен күмістен алқа, сырға, әр түрлі әшекейлі заттар жасалды. Тоқыма кәсібі, тері илеу, тас қашау, сүйек өңдеу. Ал шежіре деректері бойынша үйсінді Шыңғысхан заманындағы Майқы биден таратады. Ботбай руынан шыққан Диханбай батырдың шежіресінде Майқы биден Қаңлы, Бахтияр, 40-100 мұңыз Бахтиярдан. Үйсіннен Ақсақал Абак, Жансақал Тарақ, Абақтан Қараша, одан Бебек. Үлі жүздің негізін құраған тайпалар Бәйдібектің балалары болып саналады. Олар Албан, Суан, Дулат, Шапрашты, Сар Үйсін, Ошақты,Ысты, Шоқан Уәлихановтың жазбаларында Үйсін тайпаларының емес, ұлы жүздің бар. Онда Төбейден Үйсін, одан Қойылдыр Қатаған, Шанышқылы, Мекірейіл басқаша Жалайыр, Майқы Абақ, Қоғам Қаңлы. Бұл шежірелердің қайсысы болмасын, тайпалар туыстығын көрсетеді. Диханбай батырдың шежіресінде ұлы жүздің негізін құраған тайпалар Бәйдібектің балалары болып саналады дегенмен, сол шежіреге Бәйдібектің бірінші әйелінен Сары Үйсін, екінші әйелінен Жалманбет, үшінші әйелі Домалақ енеден Нұриладан жалғыз ұл Жарықшақ туады, Жарықшақтан Албан, Дулат, Суан туады. Бұл үшеуінен тарағандарды Қара Үйсін деп, Жалманбеттің кіндігінен тараған Шапырашты,Ысты, Ошақты аталарын жинақтап Ақ Үйсін деп те атайды. Шежіреші Шайыр Сәдібеков Үйсін ұлы жүздің ұранына айналған Бахтияр, шын аты Мәстен хан. Бахтияр лақабаты, Майқы бидің үлкен ұлы. Одан Ойсыл, Үйсіл деген екі ұл туады. Майқы би немерелері ержеткенде еншісін беріп, Ойсылды Ыстықкөл өңіріне, Үйсілді Іле бойына қоныстандырады. Кейін Үйсін ұрпақтары Албан, Суан, Дулат әр түрлі себептермен Бәйдібек байдың ішіне келіп паналайды. Ескі Үйсіннің аты бұрын Ойсыл, Үйсіл деп қатар аталып жүрсе, енді Ойсыл атауы жойылып, тек Үйсіл атауы ғана қалады. Ел ішінде Үйсіл атауы кейін Үйсін деп аталып кетеді. Сондықтан шежіре деректерінде Үйсін екі мағынада айтылады. Бірінші Үйсін тайпасының тарихи аты болса, екінші Үйсін Майқы бидің немересі Үйсілдің билік құрған ұлысының аты, немесе бұл ұлыс Үйсін атымен аталатын болады. Негізінен Үйсін жұрты бірінші ғасырдың басынан бастап ақ екі тармақта болғаны айтылады. Үлкен күнбейіне қараған жер оңтүстік өңір, Ыстықкөл аймағы, кіші күнбейіне қараған жер солтүстік өңір, Жетісу жазығы болды. Оны шежіре жазушылар Ойсыл, Үйсін деп атаған болу керек. Ойсыл Үйсіннің бір тармағы делінеді шежіреде. Ойсыл тармағынан осы күнгі Ошақты, Шапырашты,Ысты, Сіргелі тайпалары өсіп шығады деп жазады. Бұл шежірелердің қай-қайсысы да тарихи құжаттармен қабыса бермейтіні байқалады. Дегенмен қалай болғанда да Үйсіндер Орта Азия халықтарының халық болып қалыптасуына негіз болған үлкен ұлыс болғаны даусыз. Оның дәлелі Үйсіндер қырғыз, өзбек, қарақалпақ халқының құрамында да бар. Қырғыздың Солты тайпасының бір тармағы Усон, Қаракесек тармағы Сар Үйсін, Бақшындағы қалша аталары Үйсін деп аталады. Албан ұлы жүз құрамына жататын тайпа. 5-7 ғасырларда Жетісу өңіріндегі ежелгі Дулат тайпасы билеген Юбан одағына кірген. Бұрынғы орыс ғалымдарының жазба еңбектерінде Атман деп, Қазақстанның кей жерлерінде де Атпан түрінде кездеседі. Ұлы жүзге өзге тайпалармен бірге 14-15 ғасырда қазақ халқының құрамына енген. 19 ғасырдың аяғы мен 20 ғасырдың басында Албан тайпасының рулары Жаркент, Верный өздерін мекендеген. 1889 жылға дерек бойынша албандар 15.426 түтін. Шежіре бойынша Албан, Сары және Шыбыл деген екі руға бөлінеді. Сарыдан Сүйірқұл, Сүйірқұлдан Сегізсары. Сүймендіден Айт, Бозым, Қыстық. Шыбылдан Қызылбөрік, Қоңырбөрік, Құртқымамай. Қызылбөріктен Мал болды. Жол болды. Қоңырбөріктен Өтей, Бойдақтыны таратады. Албандар негізінен Алматы облысының еңбекші қазақ, Кеген, Нарынқол, Ұйғыр, Шелек аудандарын мекендейді. Екінші бір деректе Сүйірқұлдан Шоған, Досалы, Қожбамбет жарты туған.
Бұл төртеуінен 8 бала болып, олардың өсіп өнген ұрпақтарын жинақтап 8 сары атаған. Ал қызы Алжаннан туған 4 жиеннен Сырымбет, Шегір, Аламан, Хангелдіден тараған үлкен аналарының атымен Алжан деп ұрпақтарды Албанға қосып аталып, Албан ішіндегі бір ата Алжан болды. Сүйірқұлдың баласы Қожбанбеттен Ағым, Сағым, Тілеу туады. Тілеуден Тұрсын, одан Шындауыл, Қабыл, Қарақұл туған. Қарақұл батыр болған, бәйбішесінің аты Шашты болса керек. Содан Қарақұлдан өрбіген ұрпақ аналарының атымен Шашты деп аталып кеткен. Ал Мұхаметжан Тынышбайұлының шежіре кестесінде Сүйменді Таубұзар деп аталады да, оның балалары Айт, Бозым, Құрман деп тарқатылады. Сүйірқұлдан тарайтындарды 8 сары деп аталатын себебі Сүйірқұлдың өзінің 4 баласы Қожбанбет, Жарты, Досалы, Шоған мен қызы Әлжаннан туған 4 жиен Сырымбет, Шегір, Аламан, Хангелдінің ортақ атауы деп түсіндіреді. Шежіреде Қожбанбеттен Ағым, Сары, Тілеу. Досалыдан Құлсадық, Жансадық. Құлсадықтан Төлес, Салбен, Қотырбай. Жансадықтан Нияз, Шабыр, Рыскелді, Шабылдан Қызылбөрік, Қоңырбөрік. Қызылбөріктің шын аты Бөде, Қоңырбөріктің шын аты Өтейет деп Қызылбөріктен мал болды, жол болды. Мал болдыдан Сақау, Есен, жол болдыдан Кереқұлыдан Еспер, Мәмбет. Қоңырбөріктен Қалқаман, Бордақ, Жарман, Қалқаманнан Қарақұл, Бордақтан Қорқаны таратқан. Келесі бір шежіреде Албаннан Шабыл, Сары есімді 2 бала туған. Осының Шабылынан Қызылбөрік, Қоңырбөрік, Ботый, Бойдақ, Өтей есімді 5 бала туады. Шабыл өз балаларының ішінен Ботыйды ел арасына келіп молдалық жасап жүрген саудагерге, баламның сауатын ашып бер деп жанына қосады. Саудагер еліне қайтар кезде Ботыйды өзімен бірге ала кетеді. Араға біраз уақыт салып, баласы Ботыйды алып келу үшін Шабыл жолға шығады. Шабылдың арнайы жолға шығуына Ботыйдың жас кезінен аурушаңдығын шешесінің уайымдай беруі де себепші болса керек. Бәрі де жазудан ғой, жол үстінде малға тиген жолбарысқа Шабыл қарсы шығып мерт болады. Артынан аурушаң баласы Ботыйда қайтыс болып, елге қаралы хабар жетеді. Арада 3-4 ай өткенде Шабылдың жүкті әйелі босанып, ұл бала табады. Содан ел жұрт келісіп, 2 бірдей арсымыздың орны Өтелді деп баланың атын Өтей қояды. Өтей ағасы Қоңырбөріктің қолында тәрбиеленіп ер жетеді. Күндердің бір күнде Қоңырбөрік өзіне тете ағасы Қызылбөрікке мына Өтей есейіп қалды, еншісін белгілесек қайтеді, үйленсін, сонан соң көрерміз деп ақылдасады. Қызылбөрік болса Өтей танытады. Бұған ренжіген Қоңырбөрік, Өтей менің қолымда болған деп, іштарлық жасағандай сыңай соң іштарлық жасап отырған ғой, Тәңірдің жазған несібесі бар шығар, мені Өтейден Құдай бөлмесе, адам бөле алмайды, ұрпағымның руы Қоңырбөрік, ұраны Өтей болады дейді. Қоңырбөріктің сөзі періштенің құлағына шалынып, ұрпағы өсіп өніп, Қоңырбөрік деп аталатын елге айналады да, Өтей есімі ұранға шығады. Шежірелік тағы бір деректерде албандардың Жетісуға келуін былай деп түсіндіреді. Албан, Суан, Дулат үшеуі Шенттің Ажар деген жерінде енші алса. Албан мен Суан Қазығұрттың ар жағына, ал Дулат Сайрамсу мен Ақсудың ортасындағы Кіндіктөбеге келіп қоныстанады. Бір күндері Албан малын көріп келу үшін атына мініп төбенің басына шықса, Дулаттың ауылының үстіне аппақ нұр, буалдыр жауып тұрғанын көреді. Сонда Албан ауылына шауып келіп Суанға, түбі барлық билік бақ Дулатқа ауат, білем, түбі онымен бірге тұруымыз қиындау болар депті. Сонымен екеуі ойласып алысқа қоныс аударуға келсетте, Алматы, Жаркент жаққа көшіп кетеді. Ал Дулат сол Кіндіктөбеде мекендеп қала беріпті. Ұраны Бақтияр, Райымбек. Таңбасы Шүміш, Дөңгелек. Суан. Суаннан тараған Байтүгел мен Тоқарстан. Байтүгелден Жылкелді мен Елтінді. Тоқарстаннан Мұрат, Орыс және Түрленбет. Суандар көне жазба деректерден белгілі. Рашид ад-Дин суандарды 5-6 ғасырларда Дулу, Дулат тайпасының одағына кірді десе, Бернштам 5 ғасырда Жетісудағы Үрбі, Юйбайн тайпасы Чубайн аталып Дулат, Албан одағында болды деп тұжырым жасайды. Бұл үш тайпа 5 ғасырдан бүгінге дейін Жетісуды мекен етіп келеді. 19 ғасырдың бірінші ширегіндегі құжаттарда Суан, Тоғарстан,
Байтүгел, Бағыс, Жесегір руларына бөлінген. 1867-1868 жылдардағы санақта Суанның 25 түтін. Сол кездегі Жаркент уезінің солтүстік жағында Ілеге дейін, оңтүстігінде Көктерек өзенінің бойын жайлаған. Байтүгел руының қыстауы Бұрхан өзенінің ойпаты, Өсек, Шыбжын, Қорғас өзендерінің жағасы, Алтынкөл мен Іленің жағасы, Тоқарстанның қыстауы, Құмның батыс бөлігі, Іле жағалауы. Тынышпайұлының шежіре кестесінде Суаннан Тоқарстан, одан Мұрат, Тұрдымбет, Баубек тарайды. Мұраттан Орыс, Караменде, Әбсүгір, Байтүгей, Қарабек, Шегерек, Тұрсын, Есет, Бүргелтай, Жәдігер деп өрбітеді. Орыстан Мырзагелді, Хангелдіден Сұлтанқұл, Байтүгелден ел тынды, жыл келді есепті қарды таратады. Шежіреші Иса Дәулетұлының жазбасында Суан батырдың ерекшелігін былайша баяндайды. Суан өте ірі, кеуделі адам болған екен. Ат үстінде екі тізесі аттың құлағын қағып отыратын көрінеді. Бұл алып адамды тек бөрте қызыл ат қана көтереді екен. Жоңғарлармен көрші отырғандықтан жылқыларына тыныштық болмапты. Бір жылы сондай бір қарбалас кезде Суанбайдың жылқысын жоңғарлар айдап кетіпті. Жасы 70-ке келіп қалған қарт жол жүруді ауырсынып, өзі бір шатқалда қалып, өзінің басына киіп жүрген ақ қалпағын Қоңтажыға жібереді. Баратын сарбазға былай депті: Қоңтажыға айт, мынау Суан батырдың қалпағы. Өзі келе алмады. Өзі үшін бұл қалпақ келді. Иіскесе тарқар шері дерсің. Қоңтажы еріксіз иіскер. Сонда оның басына бүкіл мынау Алатау құлайды. Қара орман күңіренеді. Жетісудың 7 өзені басып жаншып иісін шығарады. Иіскет, қызығын көр. Бір ескертетінім, Қоңтажыға жеткенше қалпақтан айырылып қалма. Бар, жолың болсын. Әумен, дейді. Көкірегі әлі басыла қоймаған сарбаз Қоңтажыға келді. Алдына келіп жүгінді. Суан батырдың айтқан сөзін бұлжытпай айтты. Қоңтажы Суанның қалпағын қолына ұстады. Ары-бері көрді. Көрді де айтты: бұл өз адам ба, мына қалпақ сұмдық қой. Мынау қалпақ па, жоқ әлде түндік пе? Деді таңданып. Содан кейін қасиетті қалпақты иіскеді. Иіскеуі мұң екен, көзі шарасынан шықты. Езуінен су ақты. Екі қолы ербеңдей бастады. Өзінің нөкерлерінің атын атады. Үй іші қорқып, Қоңтажыға су шашты. Есі кірді. Қоңтажы есін жиып қайтарыңдар. Көзі барының өзін, көзі жоғының төлеуін 3 еселеп мына Суан жігіттің малын тегет беріңдер, дейді. Сарбаз барлық малды айдап таудың ішінде жатқан Суан батырға келеді. Ұраны Бақтияр, Райымбек. Таңбасы Шүміш, Дөңгелек. Дулат. Дулат қазақ халқының этностық негізін құрушы көне түркі тайпаларының бірі. Дулат атауы тарихи деректерде өте ерте заманнан және түрліше боп кездесіп отырады. Олардың ішіндегі ең жиі ұшырайтыны Дулу, Қытай жылнамасы бойынша. Оны кейбір зерттеушілер Тулақ, Дұғлы деп те атайды. Атақты шығыс зерттеушісі Бичурин мен Грум Гржимайлоның жазғандарына қарағанда, біздің жыл санауымыздан 2 ғасыр бұрын өз алдына хандық құрған. Ол кезде билеушісі хан деп аталмай, би деп аталған. Үйсін, Усун тайпалар одағында Дулу тайпасы да болған. Үйсіннің күнімесі қартайған шағында 10 ұлының үлкенін өз орнына тағайындайды. Бірақ ол көп ұзамай дүниеден қайтады. Өлерінде ол орнын өзінің тұңғыш баласына беру туралы әкесіне тілек білдіреді. Әкесі оның әрі батыр, әрі тапқыр ортаншы баласы Далуды қойғысы келсе де, көңілін қимай, уәде етеді. Қарт би тағы үшін немересі Далуды мерт етер деп ойлап, екеуіне де елімен қоса 10 мыңнан атты әскерді еншіге беріп, ордасы Ханқорадан біреуін Ыстықкөлге, Далуды Іленің бойына қондырады. Содан Далудың еншісіне тиген ел Далу, Дулу көне формасы Далу, Дулу болып аталып кетеді. Дулу, бертін келе Дулат, Доғлат, Дулат атанған, алғашқы түрік Маловтың қағандығын құруда зор рөл атқарған.
Академик баяндауынша, Күлтегін құлпытасындағы Күлтегін таш жазуы көне түркі жазуында ағайынды бумын қаған мен естемей қаған дулу болған. Кейбір ғалымдардың зерттеуінше, дулулар гундардың құрамындағы елеулі тайпалардың бірі болған. Дулулардың бір бөлігі ғұн тайпалар одағының 434-453 жылдардағы көсемі Моншақ ханның баласы Аттиланың басқаруымен Азияны көктей өтіп, Еуропаның біраз жерін басып алуға қатысады. Аттила әскерлерінің негізгі күші дулулар мен қыпшақтар болды. Жергілікті жерде қалған дулулар үйсіндермен, басмылдармен, арғындар, наймандармен бірге жужандарға, түркі тілді халық, қарашы болуды, салық төлеуді тоқтатып 545 жылы өз алдына бөлінеді. Бұл кезде оларға Бумын хан естемей қолбасшы болады. Грум Гүржімайлоның пікірінше, дулулар жорық жолдарында қайтыс болған батырлардың басына тас қойып, жорыққа қатысқан рулардың таңбасын салдыруды дәстүр етеді. Талдықорған қаласының солтүстік шығыс жағындағы Дауылбай тауында дулаттың шеңбер таңбасы қосымшалармен қоса шекілген тастар көп. Мұнда солармен аралас арғынның көз таңбасы, найманның бақан таңбасы, үйсіннің тарақ таңбасы да кездеседі. Шыңғыстаудағы Абай жайлауы көп бейітте бұл таңбаларға Қыпшақтың әліп таңбасы қосылған. Осы таңбалар Қойтас бұрынғы Көкшетау облысы тауларындағы молаларда да ұшырайды. Дулу ханы Естемейдің ордасы көне Қияс, қазіргі Алматы облысы, Кеген маңында, Жалаңаш сілемінің тұсында болған. Дулулар түрік қағандығы кезінде 5 арыс елге бөлініп, Жетісу өлкесінде ықпалын жүргізген. Көптеген тарихи деректерге қарағанда, әсіресе 15-16 ғасырлар арасында дулаттар күшті әрі беделді тайпа болған. Бұл дәуірде олардан көптеген атақты билер мен бектер шығып, әуелі Шағатай ұлысында билік жүргізсе, кейіндері Темір хандығының істеріне араласқан. Болатшы, Құдайдат, Камариддин және Әбубәкір, Шығыс Түркістан мен Жетісуды билеген тағы басқа кісілер ықпалды болған. Шағатай әулетінің соңғы хандары Сейіт пен оның баласы Рашидтің кезінде дулаттар бұрынғыдай ұлыс мәселелеріне қатыспай, тек әскер басы қызметін атқарған. 15-16 ғасырларда дулаттардан Мұхаммед Хайдар Дулати тарихи Рашидидің авторы, Махмуд Жорас, Әмір Уәли сияқты оқымысты ғалымдар шыққан. Жоғарыда жазылғандай, Диханбай батырдың шежіресінде Бәйдібектің 3-ші әйелі Домалақ енеден жалғыз ұл Жарықшақ, шын аты Тілеуберді туады. Екінші бір деректе Нұриладан тағы Тәңірберді, Ақберді атты 2 ұл және 3 қыз туады. Күнбибі, Айбибі, Сыбан деген 3 қыз дүниеге келген. Ұлдары жас кездерінде қайтыс болған. Ал қыздары Нұриланың өзіне тартып ақылды, шымыр болып бойжетіп, үшеуі де Найман тайпасына тұрмысқа шығады. Олардан тараған ұрпақтар солардың атымен Найман елінде бір-бір рулы ел болған деп жазады. Тілеубердінің Жарықшақ атануын Алматы облысы Көксу ауданының тұрғыны, даңғайыр шежіреші Рахметолла Толқынбекұлы төмендегідей деп түсіндіреді. Нұрила қыз Бәйдібек биге тұрмысқа шыққан соң көп кешікпей дүниеге бір ұл келеді. Есімін Тілеуберді деп қояды. Нұриланың ерекше жаралған парасат пайымын бағалап үйленген Бәйдібек би Тілеуберді дүниеге келген соң бұл шаңырағына одан сайын көңіл бөлетін болады. Бәйдібек бидің Нұрилаға көңіл бөлгенін Сарықыз бәйбіше қызғанып мінез көрсете бастайды. Нұриланы бұрынғыдай есікте жүрген күңі сияқты ұстап, орынсыз кінә тағып, тіптен қол жұмсайтын болады. Тілеуберді дүниеге келген соң Сарықыз бәйбіше қызғанышын одан сайын үдете түседі. Ел ісімен көбіне ат үстінде жүретін Бәйдібек бидің көзі тайса болды. Нұриланың басынан таяқ, құлағынан қан қу кетірмейтін болып алады. Сарықыз бәйбішенің ержеткен 9 ұлы болса да, Бәйдібек би бар мұрасын тоқалдан туған Тілеубердіге бұйыртатындай көріп, бара-бара бесіктегі бейкүнә нәрестені қарғап сыйлы. Қит етсе болды, Нұриланың қазан ошағын шашып әбігер етеді. Ең арғысы, түн баласында да тыныштық бермей, қарамал болып үйге сүйкеніп, Нұрила мен Тілеубердіні шошытады.
Бір күні сарқыз бәйбіше жеті түнде тұрып, қолына пышақ алып, Нұриланың үйінің сыртына келетте, әдеттегідей қарамал болып үйді сықырлата сүйкенеді. Сонда әбден төзім шыдамы таусылған Нұрила: хайуан болсаң, өрісің кеңейсін, адам болсаң, мазасын алған, жалғыз ұлым Тілеубердінің құзырында бол деп дауыстайды. Бұл сөзді естісімен, онсыз да ашудан булығып жүрген сарқыз бәйбіше: салдақы, енді менің үрім бұтағыма тіл тигізейін дедің бе деп есікті бір теуіп үйге кіріп келетте, қолындағы пышақты бесікте жатқан Тілеубердіге сермеп қалады. Қараңғыда жұмсалған пышақ бесіктегі баланың шекесіне тая тиіп, бала шар ете қалады. Жантал асқан Нұрила сарқыз бәйбішенің екінші рет пышақ жұмсауына бөгет болып, қолындағы пышақты жұлып алады. Сол бетінде сарқыз бәйбішенің шектен шыққан мына қылығына қатты назаланған Нұрила: жүзге жетпе, жүзге жетсең, күзге жетпе деп қарғыс айтады. Осы бір сойқанды түнде Нұриланың аузынан шыққан екі ауыз қарғыс сөздің салқыны сарқыз бәйбішенің балаларына тиіп еттейді. Нұриланың баласы Тілеубердінің маңдайына тайып тиген сарқыз бәйбішенің пышағынан кейін баланың жас еті тез бітіп, жазылады. Бірақ Тілеубердінің шекесі жарық сияқты ағарып, тыртық болып бітеді. Осыған байланысты Тілеубердінің төңірегі жарықшақ деп атап кетсе керек дейді Әшімқұл Ақбейілов ұлы Бәйдібек баба. Ботпай деген кітабының 22-ші бетінде жарықшақ 380 жылы туылған. Оның 5 баласы Албан, Суан, Дулат 3 ұл, Қызай, Күнбибі, Мұрын, Ақбібі, Бейсехан 2 қызы болған. Қызай, Мұрын, Сыбан үшеуі де Бәйдібек пен Нұрила анамыздың ұрпақтары екеніне де ешкімнің дауы бола қоймастай отырып, жарықшақ пен Дулаттың өмір сүрген уақыттарын әр түрлі көрсетілуі қазақ шежіре тарихында екі Дулаттың болғанын ажырата білмеуінен. Бірі ежелгі Дулу тайпасындағы, екіншісі одан 1000 жылдай кейін Қараша бидің ұрпағы, сол Дулудың есімімен аталып кеткен Бәйдібек бабадан тарайтын Дулат руының болғандығы. Біздің заманымызға дейінгі 2-ші ғасырда өмір сүрген ежелгі Үйсін мемлекетінің бір тармағы Дулу тайпасы деп аталғаны рас. Үйсін елінің Күнби ханы балаларына енші үлестіргенде өзінің батыр баласы Дулуға Іле өзенінің бойын бөліп берді. Сол Дулу бастаған тайпа Үйсін мемлекетінің, одан кейін түрік қағанатының айбынды жауынгер оң қанаты болды. Міне, Бәйдібек баба мен Домалақ ана сол ежелгі Дулу тайпасының атымен ұқсастырып баласының атын Дулат деп қойған. Демек, Дулу біздің заманға дейінгі 2-ші ғасырында ғұмыр кешкен тайпа болса, Дулат 680-761 жылдары өмір сүрген батыр әрі би болып шығады деп тұжырымдайды. Біз Әшімқұл Ақбейілов мырзаның пікірімен келісеміз, дегенмен, ғалымдардың шежірелердегі алшақтықтар мен бір-біріне қайшы келетін мәліметтерді ғылыми түрде, тарихи деректермен дәлелдеп, нақты бір тұжырымы болмағандықтан шежірелерде қалай жазылса, сол қалпында бергенді, арасында өз пікірімізді де білдіргенді жөн көрдік. Шежіреде Дулаттан Сиқым, Жаныс, Ботпай, Шымыр рулары тарайды, бұларды Қара Үйсін деп те атайды деп көрсеткен. Бұл рулар негізінен Жамбыл, Алматы, Түркістан облыстарын мекендейді. Енді осы Дулат тайпасының құрамындағы Сиқым, Жаныс, Ботпай және Шымыр руларына жеке-жеке тоқтап өтейік. Дулаттың ұраны Бақтияр, таңбасы Абақ, Күн. Сиқым. Сиқымнан тарағандар Аққойлы, Қарақойлы, Көсирақ, Шулдақ, Әлсейіт, Жансейіт. Енді бір шежіреде Сиқымнан Мырзасейіт, Байсейіт, Таксейіт, Құлсейітті таратады. Ал Мырзасейіттен Аққойлы, Қарақойлыны өрбітеді. Алайда соңғы екеуінің орта ғасырдан әйгілі түркі руы екені жазба деректен белгілі. Сиқым өте көп тараған ел, Сиқым көппе, Қиқым көппе деген мәтел де содан қалса керек. Сиқым 19 ғасырдың екінші жартысында Ботпай, Шымырмен араласып, Әулие-ата уезінің Шу, Аса, Талас өзендерінің бойын. Верный уезінің Қаскелең, Қараой өңірін, Кіші Алматы, Қаскелең, Қарасу өзендерінің бойын, Алатаудың Ашбұлақ қойнауын мекендеген. Мұхамеджан Тынышбайұлы Сиқымнан Борас, Тоғатай, Буас, Шулдак,
Байсейіт, Көсирақ, Тоқсейіт. Ақылбек, Құттыбай, Есбол, Ескелді, Қараны тарқатады. Ел ішінде Борас, Тоғатай, Буасты Бабасейіт деп Есбол, Ескелді, Қараны Аққойлы деп атайтынын ескертеді. Тағы бір шежіреде Сиқым 3 әйел алған кісі. Өзі бір тоға әрі момын кісі болған деседі. Бәйбішесі Гүлбаршын Қарақойлы елінің әміршісі Жаһаншаның қызы. Гүлбаршын анадан Жәнібек, Әлібек деген 2 ұл туады. Жәнібек нағашысының қолында өседі. Сондықтан болар оны нағашылары еркелетіп Қарақойлы деп атап кетеді. Жәнібектен Құттыбай, оның бәйбішесі Бибірайханнан Бабасейіт, Байсейіт, кіші әйелі Тұрымнан Құлсейіт, Тоқсейіт. Құлсейіт пен Тоқсейіттен тараған ұрпақтар Көсирақ елін құрайды. Бибірайхан Қожа Ғаббас Ибрагимнің қызы. Қожа руының ішіндегі Сейіттен тарайтын болған соң, оның үстіне қайын жұртының тілегін ескеріп, Құттыбай өз перзенттерінің есіміне Сейіт сөзін қосып атаған. Сиқымның 4 Сейіт атануы содан. Құттыбайдың екінші ұлы Байсейіт Ақназар ханның қолдауымен Шымған, Шыршықпен Боссуды биледі. Би болып тағайындалып, ханның кіші қызы Құсниханымға үйленеді. Одан Досмұхамед, Құлмұхамед туады. Ол екеуі де Бұхарадағы Мир Араб медресесінде оқып, хафиз атанады. Құлмұхамед араб, парсы, тағы басқа тілдерді меңгергендіктен Тәуке хан оны елшілікке пайдаланған. Байсейіт ұрпағын Шуылдақ деп айтады. Гүлбаршын ананың екінші ұлы Әлібек Сиқым атаның өз қолында болады. Гүлбаршын ұлымен төркіндеп келгенде Жаһанша әмірші оған 1000 қой бәсіре беріп еліне қайтарады. Әлгі қойлар түгелдей ақ болса керек. Сиқым ата баласын сағынғанда биік төбеге шығып жан-жақты шолады екен. Ол ұлын сағынғандығы соншалық, шәй ішіп отырғанда да атқосшыларына: «Ей, жолды бағдарлашы, біреу көріне ме?» дейді. Атқосшысы: «Қалың қойдан өзге дәнеңе көрінбейді» дейді. Сиқым баба, сен жөндеп қара, бәлкім артында менің балам келе жатқан шығар дейді, 12 қанат үйдің керегесіне көз жүгіртіп. Сөйтсе, ақтылы қой айдаған өзінің ұлы Әлібек екен. Әлгі атқосшы қайта шауып келіп, ақ қойлы келе жатыр депті, байдың баласының аты кәпелімде есіне түспей. Содан Әлібекті ел ақ қойлы атап кетіпті. Әлібектен бір ұл Ескелді дүниеге келеді. Одан туғандар Қаржау, Қайқы, Сырлыбай, Елібай, Болат, Төле болып 6 атаға бөлінеді. Сиқымнан Шінет батыр мен Мәлік би шыққан. 1723 жылғы қалмақпен шешуші соғыстан кейін Шінет Ташкентке билік жасаған. Оның ұлы Рысбек те батыр болған. Сиқымның ұраны Бахтияр таңбасы күн. Жаныс Дулат тайпасына қарайтын ірі рудың бірі. Негізінен Жамбыл, Түркістан, бұрынғы Алматы облысын мекендейді. Шежіре деректері бойынша Жанту, Жантай, Жарылқамыс, Қапал, Шегір, Оймауыт, Бөгел деген аталарға бөлінеді. Ал басқа бір шежіреде Жарылқамыс, Шегір, Өтей, Бөгежайлы, Жанатай, Оймауыт, Жанту деген аталарға бөлінеді. Жарылқамыстан Байыс, одан Қарымсақ, Назар, Жолсейіт, Байсейіт, Қасқарау, Өтейден Мәуетай, Мәуез. Жантудан Жайылмыс, Ақберді, Өтеміс, Жанабай, Қуажақ, Қожамберді, Құдайберді. Жантайдан Қозыке, Ерубай, Еламан деп тарқатады. Қасқараудың шын аты Бейімбет, халық арасында Қасқарау деп аталып кеткен. Шежіре бойынша Қасқараудан Ораз, Бұқар, Ел-түзер аталары өрбейді. Ораздан Сұлтан келді, Бөкен. Бұқардан Баба, Сырымбет, Құл болды, Тілеуімбет. Ел-түзерден Түке, туыстыны таратады. Қасқара ұрпақтары Жетісу өлкесін, негізінен Шу, Қордай, Қастек аймағын мекендейді. Мұхитхан Үмбетұлының шежіресінде Жаныстан 5 ата, яғни Жанту, Жарылқамыс, Өтеміс, Жанбай, Қасқарау деп жазылған. Осы 5 атадан 12 ата шығарады. Олар Қыбырай, Қапал, Бөгежал, Баба, Сырымбет, Құл болды, Тілеулі, Көсирак, Сәти, Боти, Қаныш, Байыс. Негізінен Жантудан 7, Жантаннан 3, Жарылқамыстан 3 ұл. Жаныста өсіп өнген ру, сондықтан ел арасында жаныс көп пе, қамыс көп пе деген сөз тараған. Жаныс руынан елге белгілі адамдар шыққан.
Бүкіл қазақ елі аға тұтып, билігіне тән тұрған Төле би Тәуке ханға кеңесші болып, сол заманның конституциясы болған 7 жарғыны жазуға үлес қосқан. Қасқара ұрпақтарынан Кенен, Сарбас секілді ақындар, Малдыбай, Ноғайбай сияқты шешендер, тағы да басқа көптеген марғасқалар шыққан. Ұраны, Жаныс, Төле, Таңбасы, Жұтқын, Дөңгелек. Ботбайлар туралы Қазақ Совет энциклопедиясы Дулат тайпасынан тараған үлкен ру. Шежіре бойынша Ботбай 4 арыс Құдайқұл, Әлімжан, Еспер, Бестырсық, Сиыршы. 6 арыс Шағай, Есенбай, Ақша, Қожай, Асан, Тайлақ, Жанқойлық. 12 ата Қоралас, Есен, Ырыс, Мәметай, Бекшора, Қауғаяк, Шауқар. Ботбайлар Октябрь революциясынан бұрын негізінен қазіргі Жамбыл, Ішінара, Түркістан, Алматы облысы жерлерінде мекендеген деп жазады. Нұрлан Омаралиевтің Ботбай шежіресінде 4 арысты Құдайқұлдан Келімбет-Келменбет, Құдайберді тараған. Құдайбердіден Жиімбет, Менейден Жайлау, Бердімбет, Бегей, Меней. Бегейден Еспер осыларды 4 арыс Құдайқұл дейді десе, Әшімқұл Ақбейілов Ботбай батырдың балаларын былайша таратады. Бірінші әйелі Бибіжамалдан Қалдыгүл, Құдайқұл Шағайды. Екінші әйелі Үлпілдіктен Жақыпты, үшінші әйелі Қаншайымнан Мырза туған дейді. Құдайқұлдан Келімбет, Сиыршы, Құдайберді, Қалығұл, Құдайқұл. Құдайбердіден Бегей. Бегейден Жиімбет, Бестырсық, Менейден Бердімбет, Жайлау, Әлімжаныс дүниеге келеді. Осы Құдайқұлдың балалары Келімбет, Сиыршы, Жиімбет, Бестырсық, Әлімжаныс, Қалығұл, Құдайқұл, төртеуін 4 арыс Құдайқұл дейді. Құдайқұлдың кенже баласы Қалығұл Құдайқұлдың шаңырағында қалғандықтан Құдайқұл атанып кеткен. Шағайдан Байкүшік Күшпентай, Есенкелді. Байкүшіктен Асан, Тайлақ. Күшпентайдан Есенбай, Жанқойлық. Есенкелдіден Анда, Қожай деген ұлдар дүниеге келіп, осы алтауынан Асан, Тайлақ, Есенбай, Жанқойлық, Анда, Қожайдан тарағандар 6 арыс Шағай деп аталады. Ботбайдың екінші әйелі Үлпілдіктен Жақып Қоралас. Қараластың Ұзынсақал атты бір ұлынан Қарақосай, Қарақойлы деген 2 ұл болған. Қарақосайдан 6 ұл, Бура, Мырза, Ақкүшік, Томай, Итім, Сырым, Қарақойлыдан да 6 ұл, Аю, Абақ, Еламан, Санғар. Осылардан 12 ата Қоралас атты ел тарайды. Ел арасында Қоралас Ботбайдың жиені, қызы Қалдыгүлдің Қожадан туған баласы, оған қоса Тынышбаевтың Ташкент қаласынан шыққан еңбектеріне берілген қосымшада Қоралас Моңғолдан шыққан деген сөздер де бар. Ол туралы Ақбейілов Әшімқұл ұлы Бебек баба Ботбай деген кітабында қалжыңбас күйеулер Қоралас Ботбайға жиен деген. Қалжыңның астында көміліп жатқан шындық жөндегі мәліметтерді жазғаным жөн болар. Жақып Қоралас жайлы өзімнің кішкене күнімде әкемнен естігенімді 2001 жылдың күзінде Зертаста тұратын 91 жастағы ел ағасы Молда Ереген Ағыбайұлынан естігенімде мен өте таңғалдым және қуандым. Сөзі тың Ереген аға сөзді әріден бастап Ботбайдың батыр болғанын, елін, жерін қорғағанын, қыстауы сайрам жері болғанымен жайлауының Мыңшейіттің төңірегінде болғанын, жартаста белгісі болғанын, белгі күндіз көріне қоймағанымен күн кешкіргенде бір жағынан қиғаш қараса, еміс-еміс көрінетінін сөйлей келе әңгіме Жақып Қораласқа ауысқанда Жақып Ботбайдың өз баласы деп Ереген Ағыбайұлы мынаны айтып берді. Жаугершілікте қарсы жақтың елге белгілі адамы отбасымен қырылып кеткенде жалғыз бой жеткен қызы тірі қалып жауынгерлердің қолына түсіп қалады. Басқа батырлардан қыздың жағдайын естіген Ботбай соғыс осы жеңген жақта, жеңілген жақта қырылады. Көзі ботаның көзіндей мына жас қыздың жазығы не, ертеңгі күні не болмақ деп аяушылық танытып, қырылған елге қарап, терең ой жетегінде жүрген бойы төмен қарап отыра кетеді. Сонда жанындағы басқалар Ботбайды сынау үшін бе, әлде басқа оймен бе, аясаң үйленіп алмайсың ба деп қалжыңдайды.
Ой жетегінен әлі шыға қоймаған Ботбай қаңғыртып қор қылмай, үйленсем, үйленемін деп, бәйбішесі Бибіжамалдың қарсы болғанына қарамай, үйленіп алады. Тік мінезді бәйбіше алғашқы кезден жас тоқалды отырса, опақ, тұрса, сопақ деп тыныштық бермей түрткілеп күндей бастайды. Айлар өте үлпілдектің іші біліне бастайды. Шешесінің зорлығын сезетін Қалдыгүл көбінесе кіші шешесі үлпілдекке жақ бола бастайды. Екі әйелдің арасындағы жағдайды естіген Ботбай үлпілдекке өзінше үй тіккізіп бөлек шығарады. Қалдыгүл кіші шешесіне келіп жәрдемдесіп жүретін болған. Бір күні Қалдыгүл кіші шешесінің үйіне кешігіп сәскеде келсе, үйде ешкім жоқ. Қайда екен деп тұрса, қора жақтан шыққан дыбысы естіледі. Барса, ай күні жеткен кіші шешесі қорадан қаппен қи алайын деп барған жерде толғағы ұстап, үйілген қидың жанында босанып қалыпты. Қалдыгүл дереу көйлегінің етегін жыртып, қи салатын қаптың үстіне төсеп, баланы қапқа орап үйге әкеледі. Бұл жағдайды естіген Ботбай елді жинап, азан шақырып, жаңа туған баласының атын жақып қояды. Жиын тарасымен Ботбай үлпілдектің үйін өзінің қатары, ағайын арасында сыйластығы мол Сүйіндіктің ауылына көшіріп апарып, Сүйіндіктің үйінен алыс емес қондырады. Ботбай үлпілдек пен Жақыпқа қажеттеріне жаратып берген малдарын Сүйіндіктің малдарына қоса бергендіктен Жақыпты Қоралас бала деп, кейін Қоралас деп атап кетеді. Осы оқиғаны естіген қалжыңбастар сөзден жеңу үшін бәрін теріс айналдырып, Ботбайдың қызы Қалдыгүл қорада туып қалыпты, Қоралас Ботбайдың жиені деген жалған сөздерді, және Қораласты қорадан тауып алған, басына қазан қапты жауып алған деген өлең жолдарын қалжыңдап елге таратып жібереді. Ел арасында әлі айтылып жүрген күйеулердің қалжың сөздерінің тарихы осы. Қалжыңдап айтыла берген соң ел шындық екен деп ойлап кеткен. Бұл келтірген мәліметтерге қоса тағы мынадай мәліметтер бар. 1892 жылы дүниеге келген Исабек Бердібекұлы 1978 жылы немересі Шахикерімге азғана жақып, Қоралас ұрпақтарының шежіресін жаздырып қалдырған. Міне осы шежіреде Қораластың анасы үлпілдек екені жазылған. Ереген Ағыбайұлы Шымкенттің шығыс жағында Ленгірге жақын тұрған. Исабек Бердібекұлы төменгі шу бойында өмір сүрген. Сол заманда арасы бір айлық жол болатын қашықтықта тұрған адамдардың айтқан, жазып қалдырған адамының аты бірдей, үлпілдек, сондықтан нағыз шындық осы екеніне ешкімнің дауы бола қоймас деп жазып, оған мынадай дәлел келтіремін. Бірінші, Қоралас Ботбайға жиен дегеннің негізсіздігі жоғарыда жазылды. Екінші, Жақып Қоралас 7 ғасырда өмір сүрген. Орта Азия арабтың Сайд атасы 11 ғасырда келген. Баласы әкесінен 6 ғасыр қалай бұрын туады. Қораластың қожаларға ешқандай қатысы жоқ. Үшінші, Ереген Ағыбайұлының арабша жазып қалдырған қолжазбасы туралы жоғарыда айтылды. Төртінші, Тынышбайұлының Қоралас Моңғолдан шыққан дегеніне мынаған мынандай дәлел бар деген жоқ. Ауызша айтылған әңгіме еш шындыққа жанаспайды. Бесінші, 1892 жылы дүниеге келген Исабек Бердібекұлы 1978 жылы немересі Шахикерімге азғана жақып, Қоралас ұрпақтарының шежіресін жаздырып қалдырған. Құрметті тыңдарман, осы айтылғаннан кейін қолдарыңызда Жақып, Қоралас, Ботбайдың жиені деген дәлелдер мен деректерден мұрағаттан алынған мұрағат болмаса, неше ғасыр бұрын өткен адамда неміз бар. Сондықтан Жақып Қоралас тың төңірегіндегі айтылатын әңгімелердің бәрін қоюымыз керек. Жақып Қоралас тан жанат. Жанаттан Ибрагим. Ибрагимнен Рахымберді. Рахымбердіден Қалыбай, Қарақойлы, Қалмамбет Қарақосай тарайды. Ботбайдың үшінші әйелі Қаншайымнан Мырза, Бидас. Мырза, Бидас ұрпақтар жөнде де ел арасында әр түрлі аңыз әңгімелер баршылық. Солардың бірінде той Ташкенттің төңірегінде болған десе, енді бірінде сонау Астрахан жерінде болған дегенді алға тартады. Сол аңыз әңгімелердің бірі былай айтылады. Бәйдібек ұрпақтарымен бірге Ботбай батырда болып, жауларын еділ жайықтан ысыра қуып тастап, қайтар жолда үлкен той болып жатқанынан батыр хабар. Той хан қызы Қаншайымның шын аты Марфуға той екен. Хан қызы Қаншайым егер кімде кім, ол ақпа, карама, мен қойған шартты орындай алса, оған күш қайраты, қабілеті жетсе, мен соның шылбырын ұстаймын деп жария еткен.
Ботбай батыр елге атағы, батырлығы, даналығы белгілі еді бұл кезде. Жай сарбаз ретінде Давратбай бағын сынауға бел буған батыр тойға келген. Тай шаптырым жерге, биік қос сырыққа 9 қабат торғауыт сауыт ілінген. Той